Mening жаным тыныш. Aynalamдағы табиғатпен, барлық тіршілікпен үйлесімдемін. Мен сабырлымын. Мен өзімді ұстаймын. Мен ашуланбаймын. Мен сабырлымын. Мен ашуланбаймын. Тұла бойым тұп-тұнық судай таза, әрі тыныш. Жігіттер, сәлем бердік. Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен тынық мұхитындай тынышпын. Ей, Серге, саған не болған? Есің ауысқаннан сау ма? Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен сабырлымын. Ойбай, қасқырлар! Тоқта, тез қорғанысқа көшейік. Аттан! Жау шапты! Жебелерді дайында! Оң жақ қапталды бекіт! Атқыштарды шығар! Ой, мұнау кім тағы? Ей, Серке, саған не болған? Ой, қоя тұршы! Сендерді күніге көріп жүрміз ғой. Мұнауың қызық екен. Өзі тоқты сияқты. Бірақ әппақ екен. Соған қарағанда күнге шықпайды-ау. Ей, шүнің қарашы, қап-қалың. Сосын жұмсақ екен. Жалпы, өзің кімсің ей? Hello, Mr. Go. I came from Australia, Ram. Ей, мұнауың ұрам дей ме? No, Ram. Australian Ram. Ей, түк түсінсем бұйырмасын. Не деп отыр мұнау? Ей, соны бізде түсінбедік. Сендерден сұрайын деп келсек? Ей, тоқта, сен не дейсің? Білмеймін, Серке. Қазір көрейін. Балықтың түрлері. Жоқ, бұл емес. Жылқының түрлері. Жоқ, бұл да емес. Қойдың түрлері. О, міне таптым. Қазір. Ей, тоқта, неге үндемейсің? Бірдеңе десеңші, не екен? Мен түсіндім. Бұл да өзім сияқты тоқты екен. Бірақ Австралиядан келген. Ол жақтың тоқтыларының жүні қалың және ақ түсті болып келеді. Міне, суреті де тұр. Ей, бізге бәрібір. Ақ болсын, көк болсын, тоқты болса болды емес пе? Енді жеуге бола ма? Оны өздерің біліңдер. Ең бастысы, бізге тиіспесеңдер болды. Бәрекелді, мәселе шешілді. Жеуге болады екен. No. Excuse me. Please, гуманизм. Please, гумано. Ей, мұнау бізге қомаңдар деп тұрма? Қазір көрсетеміз. Ей, жігіттер, тоқтаңдар. Ей, тоқта, бұлай тұрған е. Әйтпесе, сені жейміз. Ей, жігіттер, бір сөзге рұқсат беріңдер енді. Жарайды, тез айт. Біз түскі шоуымыз керек. Жігіттер, өздерің ойлаңдаршы. Бұл шетелдік тоқты екен. Біз жаққа қыдырып келіпті. Бізде қонақты сыйлайтын дәстүр бар емес пе? Егер қонаққа зорлық жасасақ, ертең бәріміздің атымызға кір келмей ме? Қайта қонақты көңілімізбен шығарып салсақ, ол жүрген жерінде бізді мақтап жүреді. Даланың қасқырлары мейірімді, шомартаңдар екен деп айтады. Ей, соны ойласаңдаршы. Ей, сөзінің жаны бар ей. Қап, мұна сөзің тәбетімді қашырып жіберді ғой. Жаманатты болған кімге керек? Жарайды, бара берсін. Қап, өттеген ай. Көрдің ғой, мистер Тоқты, біз қонақ жай халықпыз. Oh, yes, good. Thank you very much. Әсіресе, біздің шешендігімізді көрдің ғой. Қасқырларды жай сөзбен сындырып тастадық. Oh, yes. Тоқты big дипломат. Не дейді, ат дейсің бе? Жоқ, ат емес. Шешен деп айт.
Бірақ біздің тоқтыны ат десең де жарасады. Көрдің ғой қандай? Ал сендерде осындай тоқтылар бар ма? No. Tohte diplomat? No. Ей, тоқты, көрдің бе? Сонау австралиялық тоқтылар сені мойындап жатыр. Өзіңнің мықты екеніңді білесің бе? Білмеймін, Серке. Ой, сен. Осы біз неге тоқты мен серкенің айтқанына көне береміз? О заманда бұл заман бөрілердің тұяқтыларға ақысы кетіпті деген масқараға қалмасақ болар еді. Соны айтамын. Алдымызға келіп тұрған шетелдік тоқтыдан айырылып қалдық. Кеймеңдер көкжалдар. Есесіне ұрпағымыз біздің қонақжайлық қасиетімізді дәріптейтін болады. Дала заңына адал болайық.